Мемлекет мақсатсыз пайдаланған және игерілмеген алқаптарды өз меншігіне қайтарып алады. Былтыр жер кодексіне тиісті өзгертулер енгізілген болатын. Енді ауыл шаруашылығы министрлігі жанындағы агрохимиялық қызмет 3 миллиондай гектар жерді зерттемек. 3 жылдан артық пайдаланбаған, топырағы құнарсыз, арам шөптер не карантиндік өсімдіктер өсіп кеткен жер телімдері мәжбүрлеп тәркіленетін болады. Соңғы 25 жылда құнарлы жердің аумағы 6 есеге азайған. Бұл өз кезегінде егін шығымдылығына кері әсерін тигізеді. Есесіне диқандар жерді тыңайтуға құлық танытпай отыр дейді мамандар. Республика бойынша 1,5 миллион тонн керек тыңайтқыштар. Ал заявка жасалсақ, заводтарды алсақ, казфосфат бар, казазот бар, оларға түскен заявка 100 мың, 200 мың. Ақалған нелерді тыңайтқыштар қалай кім қолданады? Ешкім қолданғысы келмейді. Сол қолдану үшін біз мынандай заңның земельный кодекс дейміз, жер кодексінде. Сонда 93-ші неде көрсетіліп тұр, бабында көрсетіліп тұр, дұрыс пайдаланбаса ол жерлер өкімет өзіне қайтадан алып алады.